Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді мамбар тағамын жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Енді өте дәмді мамбар тағамын жасау үшін керек заттар жоғарыда көрсетілген. Осы заттарды дайындап алғаннан кейін ең алдымен қамырды илеп аламыз. 200-300 граммдай ұнды електен өткізіп, 2 үй жұмыртқасымен илеп аламыз. Себебі, үй жұмыртқасын таңдауымның себебі қамырымыз сары, әдемі болып шығады. Ең алдымен сорпамыз өте дәмді, ерекше болып шықты. Түсі де өте қанық түс болып шықты. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.